аттанып тұрып күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, барын білмейтін едім. Қазір адамдар кіріп алсын, барлығы жиналсын, содан кейін біздің ертегімізді бастайтын боламыз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Телефонның алдына жақсылап жайғасып алыңыздар. Қазір бірер минуттен кейін біздің ертегіміз басталатын болады. Дауысым жақсы естіліп тұрған болса, астына жазып жіберіңіздер. Телефонның сапасы барлығы жақсы болса, біз де шамалдан кейін өзіміздің кезекті ертегімізді бастаймыз. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты осындай онлайн жұмысқа көштік біздер. Қазір күн сайын, яғни күн ара осындай ертегілер оқып беретін боламыз балаларға. Бүгінгі кезек міне маған да келді деуге болады. Сонымен сіздер дайын болсаңыздар, мен ертегімді бастаймын. Ең бірінші ертегім алтын мүйізді киік деп аталады. Ендеше бастаймыз. Ертеде Бұлды мерген деген аңшы болыпты. Өзі әрі мерген, әрі қарулы, ақылды ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Бұлды мерген бір ағаштың көлеңкесіне келіп дем алады. Осылай қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырып, оның арғы жағасынан жарқырап көрініп тұрған бір нәрсеге көзі түседі. Байқап қараса, үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Мүйізі күнге жарқырап шағылысады. Тіпті көз қаратпайды. Бұлды мерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарайды. Шын киік. Екі мүйізі қарағайдай алтыннан жаралған екен. Ол атып алмақ болып мылтығын кесейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіпті. Сабыр ет балам, деп бұлды мергенді тоқтатады. Сенер сенбесін білмей тұрған аңшы киіктің жанына келеді. Ол аң аулап жүріп, бұрын соңды мұндай ғажапты көрмеген еді. Бұл кездесу оны қатты таңғалдырды. Бір мезетте киік алтын мүйізді ақ сақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлды мерген бұл ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлды мерген деген атақты аңшы батыр бар еді. Соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе балам? Дейді ақ сақалды шал. Сіз іздеген бұлды мерген мен болам, дейді аңшы. Рұқсат болса балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз, дейді мерген. Менің балам жер асты елінің ханы. Қаламызға жақын жерде терең сай бар. 20 жыл болып. Сол сайды бір 7 басты айдаһар мекендеп келеді. Жұма сайын бір ұл, бір қыз 10 мал алғызып жейді. Салығыма көнбесең, бүкіл қалаң мен адамыңды жұтам деп қорқытады. Сол сайдың маңына барған адам болсын, мал болсын, әйтеуір жаны барды тірі жібермейді. Осы қарғыс атқыр айдаһарға ешкімнің де күші жетпей қойды. Талай ержүрек батырларымыз мерт болды. Еліміздегі көріпкел қария оны тек бұлды мерген ғана жеңет деген соң, халқымызға бір жақсылық бола ма деп өзіңді іздеп шығып едім, дейді ақсақалды шал. Алтын мүйізді шалдың әңгімесін естіген бұлды мерген, малға у жағып айдаһар жатқан сайға жібермейсіздер ме? Соны жұтса уланып өледі, деп ұсыныс айтады. Балам, оны жасап көрдім. Жауыз удан өлмеді. Халқымды жұтып тауысатын болды. Қолыңнан келсе, көпшілік үшін аянба шырағым, дейді шал. Жарайды деп бұлды мерген сауыт сайманын дайындап,
алтын мүйізді шалға ілеседі. Олар жер үсті мен астын жалғастыратын үңгірден өтіп, қарттың қаласына келеді. Келісімен бұлды мерген бойына бар күшін жинап, қолына 100 құлаш алмас семсер алып, айдаһар жатқан сайға қарай бет алады. Жотаға шықса боран соғып тұр екен. Желдің қаттылығы соншалық таудың екі шетіндегі тасты ұшырып кетіп жатыр. Бұлды мерген қаһарланып, семсерді беліне көлденең ұстап, күшті леппен тартып жатқан айдаһарға қарай жүреді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бір-ақ апарады. Өткір семсер жауыздың екі езуін тіліп, қимылдауға шамасын келтірмей өлтіреді. Артынша алай-дүлей соққан боран да тоқтайды. Бұл боран айдаһардың лебі екен. Айдаһардан жапа шеккен жұрт қуанып, батырды құрметтеп қалаға келеді. Қалада жұрт жиылып үлкен той болады. Халық бұлды мергенге риза болып, алғыс айтады. Оның ерлігін көрген алтын мүйізді шал: сен өзің шаруаның баласы екенсің. Аң аулап қана тіршілік ететін көрінесің. Егер қарсы болмасаң, осы жерде қал. Бізде дүние, мал деген жетеді. Жүр көрсетейін дейді. Батыр оған ереді. Қаладағы бүкіл үлкен сарайлар хандық екен. Бәрінде алтыннан жасапты. Іші толған асыл жиһаз. Тек осындай өте бай сарайлары бар қаланың көшесінде қайыршылар көп екен. Оларға хан ешқандай көмек көрсетпейтін секілді. Жалғыз алтын мүйізді шал ғана баласынан жасырып, қайыршыларға аздап қарасатын көрінеді. Осы көріністі көрген бұлды мерген қатты ойланады. Ол елін, ондағы кәрі әке шешесін, көршілерін есіне түсіреді. Олардың бәрін бұлды мерген аң аулап асыраушы еді. Енді олардың көрген күні не болмақ? Оларды ойлап батырдың қабырғасы қайысады. Осында қал балам, асыл дүние мынау. Сенің біздің елде қалғаныңды хан да жек көрмейді. Оған бірінші уәзір боласың, бүкіл халқымызға билігің жүреді, дейді тағда алтын мүйізді ақсақалды шал. Жоқ ақсақал, еліме қайтайын. Асыл дүние өз елімде де табылады. Бұл ұсынысыңызға рахмет. Сіздермен бірге қала алмаймын, деп бұлды мерген алтын мүйізді шалдан рұқсат алып, еліне қайтады. Өз жеріне қайта оралған бұлды мерген туған жердің қандай ыстық болатынын түсінеді. Елі үшін қызмет көрсетуден жалықпай, бұрынғысынша аң аулап, ауылын асырап тұрып жатады. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл ертегіде мына мергеннің, батырдың байсалдығын, сондай байыптығын, ақылдылығын сөз етсе керек. Бұл өзінің ақылдылығының арқасында, байсалдығының арқасында, еліне деген махаббатының арқасында мұндай байлыққа көз жүгіртпей, байлықтың соңынан еріп кетпей, өзінің еліне қайтып келген екен. Яғни қазақта өзге елде сұлтан болғанша өз елінде, өзге елде ұлтан болғанша өз елінде сұлтан бол деген сөз бекер айтылмаса керек. Балалар, құрметті достар, қадірлі көрермендер, енді сіздерге сұрақ: қазақтың қандай батырларын білесіздер? Кезінде осы елін жерін қорғап қалу үшін шайқасқа, дауға, жауға қарсы тұрған қандай қазақ батырларын білесіздер? Қан төккен қандай жауынгерлерді білесіздер? Егер білетін болсаңыздар, мына астындағы пікірге осы жауаптың шешімін қалдыруларыңызға болады. Сол жауапты сіздерден күтетін боламын. Ендеше осы ертегіміз, бірінші ертегіміз сонымен тәмам болды. Ендеше біздің келесі ертегімізге де кезек келген сияқты. Ал біздің келесі ертегіміз жеті өнерпаз деп аталады. Яғни бізге, жалпы өнердің айналасында жүрген адамдарға
өнер қызметкерлеріне арналған ертегі деп айтсам қателеспеген болар. Сонымен мен ертегімді бастаймын. Ендеше кеттік. 7 өнерпаз. Баяғы өткен заманда байлығы жұрттан асқан бір хан болыпты. Бұл ханның ұлы болмапты. Жалғыз-ақ ай десе аузы, күн десе көзі бар Ханшайым атты бір қызы болыпты. Қыздың сұлулығы сондай, қараған адам есінен танып қалады екен. Күндердің бір күнінде Ханшайым қыз 40 қыз нөкерімен сейілі құрып суға түсуге барады. Суға түсіп бола берген кезінде Ханшайымды көктен бір қара құс келіп көтеріп кетеді. 40 қыз шулап қала береді. Бірнеше күнге дейін ханға естіртуге ел жұрт бата алмайды. Бір ақсақалды шал келіп естіртеді. Хан иесінен танып тағынан құлап түседі. Ел жұрты кетіп, тыныштық күйде хан иесін жиып, бақсы балгер, қожа молда жинайды. Қызды олардың бірі де біле алмайды. Бәрінен де жәрдем болмайды. Тек ханның уәзірі Назар келіп, ханмен ақылдасып былай дейді: мұхиттың ар жағында балықшы Сәлім деген бар. Оның 7 өнерпаз баласы бар. Бір тапса, солар табады. Жаныма 500 әскер қосып беріп, темірден кеме соққызда, мені соған жібер. Хан табанда барлық айтқан керегін дайын қылып, бас уәзірді аттандырады. Назар сумен жол жүріп, бір айда аман сау мұхит теңізінің ар жағындағы Сәлім шалға жетеді. Барса, 7 өнерпаз балалары жоқ екен. Сәлім шал әскермен келген Назардан қорқып кетеді. Назар уәзір Сәлім шалға мән жайының бәрін баян етеді. Ханның алтын мөрін басып өтініп жазған хатын береді. Әдейі іздеп келгенін айтады. Сол арада Сәлім шал балаларын шақырып алып: айлық алыс, шет жерден сендердің өнеріңді естіп жетіпті. Нәсіп болса барыңдар, егер тапсаңдар, дүние мүлкімен қызын береді. Өнерді ішке сақтамай, сыртқа шығарыңдар, дейді. Сонымен 7 өнерпаз ханның бас уәзірі Назарға еріп жүреді. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, 1-2 күн қалғанда сүйінші сұрауға Назар ханға бір кісі жібереді. Олар барып сүйінші сұрағанда хан аямай сүйінші беріп, алдынан 500 ошақ қаздырып той жасайды. Аман сау 7 өнерпазды алып, Назар да келеді. Хан 7 өнерпазды көріп, қатты қуанып, бала қайғысының бәрін ұмытқандай болады. Бірер күн тыныққан соң, хан қасына 7 өнерпазды ертіп, баяғы қызды көтеріп әкеткен Қарақұстың қасына келеді. Қарақұс қызды алып аспанға ұшады. 7 өнерпаздың ішіндегі үлкені аспанға ұша біледі екен. Барлығын сол бастап, қызды көтеріп ұшқан Қарақұстың көлеңке ізіне түсіп құлады. Бұлар көкте 7 күн, 7 түн ұшады. 8-ші күн дегенде құсты көреді. Бір дарияның жағасында құс отыр. Қыз шашын тарап тұр екен. Қуғыншылардың дабыл қағып ұшқан екпінінен қорқып, Қарақұс қызды алып тағы да аспанға ұшады. Сонда қуғыншылар қыздан айырылдық деп жылайды. Жігіттердің үлкені екіншісіне өнеріңді істе дейді. Екіншісі асқан мерген екен. Құстың 2 қанатынан көздеп атқан оғы оның 2 сан жұлып түседі. Аспанда шыр айналып келіп, қыз суға түскенде үшіншісі сушыл екен. Суға сүңгіп, қызды алып шығады. Қыз жұтқан суын қайта құсып, аман түргеледі. Бұлар енді судан қорғаққа шыққан кезде бір үлкен айдағар бәрін лебімен жұтып барады екен. Енді бұлардың 4-шісі асқан ұста екен. Қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда 5 шақырым жерден қорған соғылады екен. Ол тасын қолына алып, соғыстырып еді, 5 шақырым жерден қорған соғылды. Әлгі айдағар қорғанның сыртына оралып жатып қалды.
бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұлар да жатады. Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып, қысып сыға бастайды. Бұлар қысылып өлер болған соң, бесіншісі де өз өнерін істейді. Бұлардың бесіншісі жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шаққанда 5 шақырымдай жер астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалды. Бұлар жер бетіне шыққан соң, еліне апаратын жолдың қай бағытта екенін біле алмай, айласы таусылып адасады. Ал бұлардың алтыншысы жол болжақшы екен. Жол болжақшы екен. Оқып көзін сипаса, бір күндік жерден жол көреді екен. Алтыншысы өнерін істеп, бір күндік жердегі жолды табады. Бірақ өздері арып ашып, шаршаған, жаяу жүре табандары тесілген, тамақтары және жоқ, аш әлсіреп қалады. Жетіншісі тағам жасағыш екен. Міне, қойнындағы бір асыл табағын алып, жолдастарын күніне 3 мезгіл тамаққа тойдырып отырады. Бұлар бірнеше күн жол жүріп, ханның ауылына жетеді. Бәрі де аман, ханшайым қызды да аман алып келеді. Содан соң хан ат шаптырып той істейді. Хан ел жұрты болып, жеті өнерпазға қатты риза болады. Хан жеті өнерпазға риза болғандықтан, қызымды біреуің жолдас қылып алыңдар дейді. Сонда тұрып, жеті өнерпаздың ең үлкені, бәрімізде істеген өнерімізді айтып өтелік. Қайсымыздікі артық болса, сол алсын дейді. Хан мақұл көреді. Сонда ең үлкені тұрып, бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым. Мен болмасам, бұл қыз жоқ еді. Деп, 7 күн қарақұстың өзімен аспанда ұшқанын айтады. Сондықтан қыз маған тиісті, дейді ол. Ал екіншісі, сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда, мен атпасам қыз жоқ еді. Сондықтан маған тиісті, дейді. Ал үшіншісі тұрып, сен аспаннан қызды атып түсіргенде, мен судан сүңгіп алмағанда қыз жоқ еді. Сондықтан қыз маған тиісті. Сонда төртіншісі тұрып, мен тастан қорған соқпағанда, бәріңді де айдаһар жұтып қоятын еді. Қыз да, сендер де жоқ едіңдер. Сондықтан да маған тиісті, дейді. Мен болмасам бәріңде тастың астында қырылып өлер едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті, дейді. Бесіншісі. Ал алтыншысы тұрып, бәріңде жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып берген мен емес пе? Қыз маған тиісті. Ақырында жетіншісі тұрып, бәрінде жол таба алмай адасатын едіңдер. Бұларды адастырмай жол тауып, менің табағымнан аш жемесеңдер, жетіншісі тұрып, менің тамағымнан аш жемесеңдер, бәрінде аштан өлетін едіңдер. Сондықтан қыз маған тиісті, дейді. Бәрі де өздерінің өнерін айтып, ханға жүгінеді. Хан білгіштерін жинайды. Сонда бір қария тұрып, бұл жетеуінің бәрінің де өнері бірдей, бірақ қызды сүңгуірге қосыңыз. Өйткені ол қызды басқаларынан бұрын барып құшты ғой. Ал қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 жерге уәзір сайлаңыз. Деп өзінің сөзін айтқан екен. Хан қызын сүңгуірге қосып, қалған 6-ауына 6 ханның қызын әперіп, 6 елді билетіпті. Сөйтіп, 7 өнерпаз өз мұраттарына жетіпті. Міне, сонымен біздің ертегіміз де өз нүктесіне жетті. Бұл ертегімен не айтқысы келді? Бұл жазушының айтқысы келгені, адам қай жерге болмасын, қай ортаға болмасын, өзінің өнерімен ғана сыйлы екен айтқысы келген. Сондықтан сіздер де осы кезден бастап, осы сәтті пайдаланып,
үйлеріңізде босқа отырмай, көп кітап оқып, болмаса әлеуметтік желіден көптеген видео сабақтар қарап, домбыра немесе басқа да аспаптарды үйреніп, өз өнерлеріңізді дамытуларыңызға әбден болады. Сонымен біздің осы ертегіміз де өз нәтижесіне, өз соңына жетті. Солай, құрметті достар, құрметті біздің кішкентай ғана бүлдіршіндер, осымен біздің бүгінгі ертегілеріміз де аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі күні кездескенше аман сау болыңыздар.